Достар, сендермен мен Мирас. Және де керемет каналында. Достар, бүгін мен сендерге қалай мынандай видеолар жасау керек екенін үйрететін боламын. Ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен достар, мынаны басамыз. 16-9-ды басамыз. YouTube қазалғырағымыз кесеп. Және осындай шықты. Енді мультимедианы басамыз. Зен емес, ең алдымен біз интроны қойып аламыз. Иә, интроны алып кеттік. Міне, осы жерге біз каналымыздың атын жазамыз. Текстқа. Ал енді каналымыздың атын жазайық. Достар, енді бүгін бұл видео емес, Noob пен Pro деген видео шығу керек еді, бірақ Pro деген Proның рөлі сондайтын адам ол бізде сол уақытта балалармен футбол бастап кетті, сондықтан біз оны түсіре алмадық. Жарты сағаттан кейін түсіреміз дегенбіз, бірақ сағат қазір 16, яғни 4 болды, сондықтан бізде уақыт жоқ. Ертең Noob пен Pro атты видеомызды көре аласыздар. Сол үшін кешірім сұраймын. Міне жаздық, керемет канал деп. Енді бүйтейік. Өзі важный ма сондай? Енді кольцоны бассақ осындай шығады. Нетті бассақ жай ғана тұрады. Міне мынау осындай. Медийную игание ма сондай? Медицine сонандай. Бұл сайт ма сондай? Мынау Джорджания. Мынау фонтан. Мынау кольцо. Мынау плавание сондай. Короче, мынау дрейф сондай. Мынау плейс сондай. Мынау джодж. Мынау енді білмейді. Мынау керісінше сияқты. Мен мынаны таңдаймын. Яғни плавание. Плавание. Соны таңдаймын. Ал енді интро. Ал енді мынаны беттік. Осына бассақ мынандай ала шығады. Енді мен мысалы мынаны таңдаймын. Жоқ, бұл емес. Бұл да түрлік болды. Манал бала берсін. Шешкім кішкентай қалды. Сәл бүйтейік. Жақсы болды. Ал енді көріп. Міне интромыз дайын. Енді осы жерге қайтадан мультимедианы басып, Mapzen деген таңдаймыз. Оппа. Дайын. Бұл жай ғана мысал ретінде. Ал кеттік. Жалпы алатын болсақ. Міне осындай болды. Ал енді біз мына жерін таңдаймыз. Міне осыны бас. Мен мысалы мына 4 дұрыс таңдаймын. Ал кеттік, көріп жүрейік. Достар, кеттік. Міне достар, осылай шықты. Енді бұл керек емес видео маған, енді бұл. Сондықтан мен сіздерге жай мысал ретінде көрсеттім. Ал енді соңына біз соңы деп істеу үшін, көрсал деп видеоларымыздың соңында айтады. Ол үшін біз мынаның ортасында басамыз, камераны басамыз. Енді камераны жабасаңыз, қап-қара қоңып. Дайын. Оқты басамыз. Повторды басып қойсыздар.
Ой. Енді осында текст жазамыз. Мына жерге кішкене. Болды. Мына жерге мынаны қойық. Осы, нормально. Мына жерден қойшылық. Міне осылай. Енді осында қош сау деп жазамыз. Әрине қазақша. Де, ол қайда? Міне қош сау. Оппа. Ок, міне. Ой, бұл емес. Ой, бұл емес. Міне осы. Болды. Ал енді соңын былай көздерек. Міне достар осындай болды. Сіздерге менің осылай сіздерді өздеріңіз жасап аласыздар. Ал енді бұны сақтау үшін біз төбесінде наны басамыз. 12, 5 емені және де біз осында басамыз. Мынаны басамыз. Және де экспортты басамыз. Сонда no thanks export with wattnet басымны басамыз. Канал толсын. Сосын бізге сақталады. Біз толғаннан кейін видеомызды жалғастыратын боламыз. Так, достар, менікі жартысы толды. Аз қалды кішкене. Сіздерге сосын соңын көрсетіп тастайын. Толық кетсе то сразу не істеліп кетеді. Сондықтан сіздермен алыстамай бірге істейін дедім. Пока что толуға тым аз қалды. Не? Аз қалды. Басында мына жерде ғана болған сияқты. Ой, отменнен басқа ертен. Енді достар, ертеңгі видеода біз Noob пен Pro туралы көре алатын боламыз. Достар, арттағы дыбыстарға мән бермеңіздер. Ол стиральный кіржуат машинаның дауысы. О, толды. Міне осындай болды. Толды енді жалпы. Және де біз шығамыз. Галереяға кіреміз. Экспорт деп тұр. Міне, алып кеттік. Міне. Міне осындай болды. Ал егерде осы видеоны лайк басып тіркелеміз. Сендермен болғанмен Мирас және Керемет каналдарына. Ал ендеше қош сау.